Құрметті студенттер, тарихи археологиялық музейіне қош келіпсіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға шеберлік сабағын өткізетін музей майталманы, суретші, безендіруші, экспозиция бөлімінің ғылыми қызметкері дейміз. Өткелова Сабира Абдықадырқызы өткізеді. Ал құрметті студенттер, сіздер бизнес колледжіне келдіңіздер. Мен бүгін мына жерде кәдесыйларға оюды қандай оюлар қойылатынын, тігілетінін, қалай жасалатынын көрсетем. Кәдесыйлар дегеніміз мынандай кішкентай өзі адамға керек заттар кәдесыйлар. Менің өзімнің түсінігімше адамға керек мынау мысалы не салатын, очки салатын қалташа. Қазақша қалташа. Мынау сотка салатын қазір өзі. Күнделікті ұстап жүрген соткаларын салатын қалташа, чехол. Сосын енді менің бүгін көрсететінім мынау ыстық табақтардың астына қоятын мынандай зат. Бұл да сол жаңағы қазақтың қошқар мүйізі. Вообще қазақта оюлардың сандары неше түрлі. Соның ішінде көп қолданылатыны біздің қошқар мүйіз, өсімдік оюлары. Қазіргі кезде мынандай тасқа салынған суреттерді де ойып қолданып жатырмыз. Мынандай көзілдірік салатын. Мынандай. Бүгін енді біздің мен көрсететінім мына үй тұмар. Міне әр үйдің кіре берісінде кіргенде мынандай үй тұмарлар қазақша әдемі киіз үй сияқты ішінде ілулі тұрса қандай әдемі. Қандай мынау оюлармен қазақтың әр ұлттың өзінің үй тұмар болады екен. Орыстарда мысалы кухняларында сыпырғыш тәрізді, домовой тәрізді өзі қорғайтын, сол үйді қорғайтын жаңағы үй тұмарлары бар. Бізде де мына үй тұмарды мынандай қойса қандай әдемі деп ойлаймын. Сосын мынандай түрде болады. Мынандай түрде. Енді осыны қалай жасайтынын көрсетейін.
безендіріп мынаны әр үйдің кіре берісіне іліп қойса қандай тамаша өзімізде. Мынау міне сол безендіруге арналған шашақтар, жаңа мына жіптерден жасалған, тоқыма жіптерден. Мына жаңа дайын. Сосын жаңа наскальный анау туалеттерден жасауға болады. Мыналарды да нелер қолдануға болады, аның бәрі осы жаңағы сувенирларға арналған. Сувенир кәдесый. Осы міне бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнаса, көп рахмет. Осылай істеуге болады деп ойлайсыздар ма? Қолдарынан әркімнен келеді деп ойлаймын.